Қараңыздар, бізде келесі заправкамыз құр майонезбен жасаймыз ғой обычный салаттарды. Бұнда бізде қоспасы, құрамы, қосылатын заттары қарапайым болғанмен бізде заправкасы ерекше кетеді. Қараңыздар, бұнда майонезімізге горчица қосамыз, дәндері, приправа вегета, чеснок және соевый соус қосамыз. Граммажы барлығы, бұл порциядан қанша тәлігі салат шығатын барлығы жазбаша рецепте жазылатын болады. Осыны жақсылап араластырамыз. Бізде заправкамыз дайын. Осындай әдемі түс шығады. Дәмі де қайталанбас ерекше заправкалардың бірі. Майонезбен, құр майонез емес, мысалы бұл жерде ішінде қоспалар болған кейін майонезді ерекшелендіріп тұрады. Бізде келесі салат, нежный салаты. Етімізді соломка қылып, осылай жұқа соломка қылып тураймыз. Одан огурцы, тоже солай жұмыртқа. Келесі бізде кукуруз қосамыз. Бұл жерде, бұл қарапайым болғанмен бізде бұның секреті заправкасында. Заправкасын қосып дегенде дәмі ерекше дәм береді. Енді бұның украшениясын өз неңізге байланысты, фантазияңызге байланысты қоя бересіз. Мен горох русский қойдым және смородинамен